Ұры ұрлықшы десе барлығымыздың көз алдымызға бірден аш жалаңаш мүсәпір адамның бейнесі елестейді. Ұрлық бұл біреудің затын қолмен ұрлау ғана емес, біреудің ақысын жеуде, заңды бұрмалау да, біреудің жақсы сөзін, жақсылығын жасырып қалу да, тіпті біреудің уақытын жеуде ұрлыққа жатады екен. Қазіргі таңда бізде аштықтан емес, ашкөздіктен ұрлайтын ұрылардың саны көбейген. Әсіресе мемлекеттік қызметкерлер сол келген орынға келгендігінің өзін, ақша жегеннің өзін күнә емес, керісінше менің несібем деп ойлайды. Бір ғана адамның ақысын жегеннің өзі о дүниеге барғанда аяғына шынжыр тағылып, отқа тасталынады екен. Ал тұтас халықтың несібесін жеге қызметкерлерді ойлаңыздар қандай жағдайға түсетінін. Біреудің дүниесі, біреудің заты, ол сенің несібең емес. Тамағыңа адалдық қосылмаса, бойыңа у, жаныңа зұлмат дарытады екен. Сондықтан біреудің ақысын жеп, біреуді жылатып, ұрлық жасап, біреудің дүниесімен байып кетемін деп жүрген ашкөз ұрылар, ол өзгеге емес, ең әуелі өзіңнің жүрегіңе жасалған шабуыл, өміріңе жасалған үлкен қасірет екенін біліп жүріңдер.